Натрий гидроксиді күшті негізге жатады. Себебі ол сулы ерітіндіде толығымен диссоциацияланып, гидроксид иондар түзеді. Күшті негіздердің мысалына сонымен қатар калий гидроксиді, магний гидроксиді және кальций гидроксиді жатады. Магний және кальций гидроксидтері суда нашар еритіндігіне қарамастан, оларды күшті негіздер қатарына жатқызуға болатындай, гидроксид иондардың жеткілікті концентрациясын түзеді. Екі гидроксил тобы бар негіздер тек бір сатыда диссоциацияланатынына назар аударыңыздар. Аммиак молекуласының құрамында гидроксил тобы болмаса да, ол негіз ретінде жіктелген. Аммиак сумен әрекеттесіп гидроксид иондар түзеді. Сондықтан Арениустың анықтамасы бойынша ол негізге жатады. Аммиак аз дәрежеде ғана диссоциацияланады. Сондықтан ол әлсіз негізге жатады.